Аққан судың арамынысын шығарып отыр бұлар. Неге масқара? Осынша елде курортта тұрып, су ішуге қорқамыз әзір. Ассалаумағалейкум көке. Жалпы канализация жайында ауылдарыңызда мәселені 6-7 күннен бері көтеріп жүрміз. Өзіңіз бізге хабарласып айтарым бар дедіңіз. Не айтарыңыз бар енді канализация жайында айтыңызшы. Мен өзі Түркістан облысы Сарыағаш ауданы Көктерек елді мекенінің тұрғынымыз. Канализация жайлы жаңағыдай ғой, Ачысмойдың жанынан өтсек сасиды, ана дария болып, анердің барлығы дария болып жатыр. Кейін оның ағып атқанда кеше өздеріңде көрген шығарсыңдар, факт жаңа ағып атқан, келеске ағып атқан жері. Ол жеріміз бар. Одан мына Салма Караван деген жер бар, мына көпірдің алдына алия істеп қойған, сол алияға келіп отырсақ, түнгі сағат 12-1-лердің арасында сасиды бұл жерден. Бұл потому что келеске құйылған кезде сасиды, басқа кезде сасымайды. Одан мына жақта жаңа ағатын жер бар, жерде де бір тұрба бар. Ол жерден де келеске түседі деп отырды. Соның барлығын өкімет не қарап отыр? Өкіметке біз жеткізіп жатырық. Өкімет соны тыңдағысы келмей жатыр просто. Бұға дейін айтқандарыңыз айттыңыздар ма бұға дейін? Бұға дейін де айттық. Мен бір-екі рет видео да салдым, осындай мәселені көтерді. Әзір енді мына курорттық алмақ болған екен, біз енді таксовать етіп жаңа жүрген кезде ішімізге демалушыларды салып ары бері жүреміз. Барлық жеріміз мұсыр, анерден өтеміз сасиды. Мына Шаңқай деген жерде жоғарғы жақта бір санатория бар. Сол санаториядан ары қарай шығып барайда боқсыздіктерді көреді, таң қалады ғой келіп жатқан адамдар. Қазақстанның жан жағынан келіп жатқан адамдар барлығы. Енді өзіміздің ауылдың адамдары, жаңа халығымыз бар. Мына суға қосылған екен, бұл жақта қанша халық ішіп жатыр бұл суды. Аққан судың арамынысын шығарып жатыр бұлар. Бұл суды жас кезімізде осы судан келіп ішетін тұғынбыз. Қазір мына суды естіген екен кайып ішеді адам. Мен отырамай қалдым. Әзір ауыз суды ішуге, өзіміздің ауыз суды ішуге қорқып отырмыз. Сөздің шыны керек әзір.